Ассаламу алейкум, ардақты мұсылмандар. Біздің кезекті жұмысымыз сол әдеттегідей шаруақтарға қақпа жасау жұмыстары. Соны тағы көрсетіп, жүйесін көрсетуді жөн көрдім. Сондықтан да саттарын алдын ала кесіп дайындап қойдық. Ең алдымен айтатыны мына шаруақ қақпасын өлшемдері әдетте бірдей болады, 4 метрге 2 метр. Сондықтан да керекті материалдарды алдын ала, барлық керекті материалдарды алдын ала кесіп алуға болады. Листің размері 2 метрге, ені 1 метр. Сол листің өлшеміне қарап, осы материалдарды кесіп алуға болады. Қарап отырсаңыздар, мыналар сваркіленбеген, дәнекерленбеген. Бәрі алдын ала кесіліп алынған. Өзіңіз ақылға салып, кішкене өлшемдерді ретін білсеңіз, осындай алдын ала дайындап алуға жақсы. Оңай болады, әркез материалдарды кесіп жүрмейсіз. Мына жерде есік болады. Мына тұста есік. Сол есіктің рамкасының де өлшемі шығады. Өлшемі шығып тұрады алдын ала. Және де арасынан өтетін стойкілері. Бұның да өлшемі бар. Бұның да алдын ала кесіп дайындап алсаңыз болады. Енді осыларды жинап қызыққа құрастырамыз. Приходтаймыз, диагональ шығарамыз. Сондай жұмыстар бар. Топсасын қоямыз. Бірақ тек бір шықпайтын жер мына размер. Мына есіктің ішкі рамкасының асты мен үстіңгі профилі. Мына профилден алдағы уақытта кесеміз. Бұл да шығады жалпы размер, бірақ кішкене неудобство болады. Сондықтан бұны кейін шығарған жақсы болады. Топсаны ұстатып, кейін шығарған жақсы болады. Оңтайлы тәсіл сол. Қалғанының бәрі алдын ала кесіп дайындап алсаңыз болады. Қақпаның есігі өзінде болады, калиткасы. Яғни шаруаққа кіріп шыққанда осы қақпаның бойынан кіріп шығады. Сондықтан да осы қақпаға топса қойып жатырмыз. Топсаны біз әдетте мындай жүйемен қоямыз. Енді әр кезде әр түрлі шығады. Бұл кейде оңбай қалады, кейде әдемі шыға қояды. Бірақ әркез бір тәсілді қолданамыз біз. Ол былай. Мына топсаның екі жағы екі түрлі болады. Мына ойық түрі болады, мына шошақ түрі болады. Сол мына бөлігін затқа рамкаға сваркілейміз, жалпы қақпаның рамкасына сваркілейміз. Мына бөлігін есіктің рамкасына дәнекерлейміз. Бұны не үшін дәнекерлеген жоқпыз? Қазір айтамын. Әуелі мына бірінші бөлігі, екінші бөлігін приходта ұстатамыз. Екі шетінде дәл осы жүйемен приходқа ұстатамыз. Сосын қисық түзуіне мынандай тәсілмен көз жеткізуге болады. Ауысып жатқан профильді аламыз да. Ауысып жатқан профильді алып, бұлай тигізіп көреміз. Осындай тигізген кезде, мына шетінде миллиметр зазор тұр, екіншісінде. Жоғарғы бөліне миллиметр. Тегізгенде екі шетті бірдей болып тұру керек. Мына шетінде азғантай миллиметр зазор тұр. Значит, мына топса кішкене қисық сваркіленді деген сөз. Енді бүйтеміз. Осыны мына шеті дәнекерленген жоқ қой. Соны кішкене бүйтіп сырып түзеу алуға мүмкіндік болады. Енді жобасы бірдей болды. Бір қолға ыңғайсыз болып отыр. Мына шетінде шел жоқ, ешқандай. Мына шетте жобаға келді. Осындай дәрежеде түзеу екеніне көз жеткізіп аламыз. Сосын барып, екінші бөлігін дәнекерлеп тастаймыз. Сосын сваркілегенде бұны қатты көп құйып қажет жоқ. Бұл есігі жеңіл, сондықтан да сызып бір құйсаңыз жетіп жатыр. Негізі қатты құя берсең де мына профиль жұқа ғой. Жұқа болғандықтан бұл қызады. Қызғасын сынуына себеп болады.
бүйтіп сызып бір құйсаңыз тез суып қалады, жақсы ұстап қалуына себеп болады. Енді осының екі шетінде сваркілейміз. Сосын үзіп құймаған жақсына жағдай болса, бүйтіп үзіп құяды ғой, жоқ, затты электродты басып сызып тұрып бір құйып тастаған жақсы болады иншалла. Сонда көп қызбайды деген ой ғой. Дәнекерлемес бұрын міндетті түрде майлаймыз ішін. Себебі ютубта бір сондай нәрсе істейтін жігіттерден естіп қалдым, бірақ мына екеуінде массы да, жалпы массы. Массы мынаның ішімен өтуі мүмкін дейді да, бүйтіп. Мынаны сваркілеген кезде мына ішіндегі штуцер бар ғой. Мына ойық бөлігі, мына шошақ бөлігі, сол штуцер екеуі бір-біріне прихватталып қалуы мүмкін дейді да, массы өткен кезде. Сол прихватталып қалса, мынау прихватталған жері ауыр ашылып жабылады да. Сондай себептен ішін майлап қояды екен. Майлайды, сонда майдан өтпейді, мына бір шеттен былай келіп өтуіне себеп болады деген жүйемен істейміз енді. Осылай. Енді роликтерін қоямыз. Роликтерін қойып, листерін жапсырамыз. Есіктің шаруалары тағы білетін тұсы. Есіктің замок тұратын орны ғой. Замок әлі ешқандай рамка құрастырылмастан замок тұратын орынды кесіп дайындап алған жақсы, ол өте ыңғайлы да. Неғын кесесің, айналдырып жіберіп, неғын кесесің. Есікті құрған қойда есік шешу керек, айналдыру керек, ыңғайсыздықтар туындайды. Сол себептен ондай қылып кішкене орын кесіп алған жақсы. Замокты қоямыз, ешқандай қиынды. Сосын екі шетін өлшеп сызып аламыз. Угломер арқылы бәрі керек кесу керек жерлерді сызып аламыз, меткілеп. Енді мынаған қатты өлшем керек емес, нағылас осындай 1,5-1,7 миллиметрдей, 17 миллиметр, 15 миллиметр жобамен сызсаң, секіп кетеді ау деген дәрежеде сызсаңыз. Сосын екі шетін кесеміз, мына тұсына кеспейміз да, тек батырамыз болгарканың тұсын бүйтіп. Сосын ортасын тіліп тастаймыз да. Мына алдыңғы видеоларда да көрсетілді, бірақ тағы да көрсете берейік. Сындырып алып тастаймыз екі шетке қайырып. Дайын. Енді салып көреміз. Мынау біз замокты мына шетін сызып өлшедік. Бұл шетіне кіріп тұр оңай. Арғы шетін шамалы қисық кесіп жіберген екенбіз. Бұлай арғы шетті төбеге көтеріліп кеткен екен. Мына шетінен бір 5 миллиметрдей жанып алып тастау керек екен. Жалпы жүйесі осындай жүйемен есіктің замогын алдын ала дайындық жұмыстарын істеп алсаңыз оңтайлы тәсіл. Топса қою тәсілі айтып өткендей, әр кезде әр түрлі жат, бір кезде оңай қозғалады, бір кезде кішкене сілесі қатып қалады. Сондай бір қатып қалған жағдайда не істеуге болатынын айтып өтейін. Мынау бізде қазір кішкене қысыңқы ашылып тұр да, шамалы нагрузкамен ашылып тұр. Жалпы олай да қоя беруге болады, бірақ бос ашылып жабылған жақсы болады, есіктің бос ашылып жабылған жақсы болады. Себебі алдағы уақыттарда ол ойнап мына жерін сындырып жіберуі мүмкін да. Енді не істейміз? Ең бірінші шамалы қаттылау болатын болса, оны майлап, ішін солидорлап, қайттан салып ойнатып, ретке келтіріп алуға болады. Ал ондайға дейін оған да көнбей жатса, онда мына басы төрт бұрышты, қыр. Басы қырланған. Соны домалақтап болгаркамен жонамыз. Басын домалақтаймыз. Басын домалақтаймыз да, ішін майлап қайттан салып ойнатып көреміз.
Ондай дәрежеде де келіспей ататын болса, қатты ашылып жабылып отыр, онда мынаны жонамыз кішкене. Мына болгарка Бородавы деген жерін айналдырып жонамыз, жан-жағынан салып. Ар жағында сөйтіп жонамыз. Енді бұлай осындай қиындықтардан шығу жолдары ғой. Егер қисық сондай. Енді топса әртүрлі болып келеді. Топсалар кейбіреулер қисық жонылады. Алған кезде ерінбей қарап алған жақсы. Екі жаққа топсаны ұстап тұрып бұраған кезде диаметрлері бірдей айналу керек. Кейбір топсаларды айналдырғанда былай секіріп ойнап кетеді. Сондай себептердің артынан осындай бір қиындықтар кездесіп қалады. Сол қиындықтардан шығудың жолы жаңа мен айтқандай. Қақпамызды шараларымызды дайындап қойдық. Енді ою-өрнектерді бетіне шұрықтадық. Стойкілері